үздік техника, жаңа ғасыр, адамдардың қиын жұмысын жеңілдететін, ауыр жұмыстарға оңай жауап беретін, заман дамыған сайын жаңаланып тұратын, даму үстіндегі искусственный интеллект жайлы видеомызды біз бастайтын боламыз. Ал енді кеттік. Жасанды интеллект жайлы толық біліп алуларыңыз үшін осы видеоларды бір көріп шығуларыңызға кеңес беремін. Кажется, я наконец понял, зачем доктор Леннинг создал меня. Нет. Власти суицидального человечества наступил конец. Нет, Саня. Отпусти ее. Когда вы выстрелите, я подставлю голову доктора Келвин под вашу пулю. Не делай этого, Саня. Я отведу вас обоих к часовым у входа в здание на обработку. Пожалуйста, проследуйте к лифту, детектив. Я предпочел бы не убивать доктора Келвин. Жасанды интеллект не екенін толық біліп алу үшін осы фильмге үңілсек. Бұл жерде адам баласы қолымен жасаған жасанды интеллект роботтың чипіне орналастырады. Және бұл жерде Вики есімді жасанды интеллект роботтарды өз жағына басқарып, адамзатты қырып, олардың үстінен үстемдік етуге бұйырады. Бірақ бұл жерде жалғыз бір робот тек қана жақсы ниетте осы адамдарға көмектеседі. Искусственный интеллект. Знакомая картина? Джарвис? Доктор. Знакомься, конкурент. Потрясающе. Чисто навскидку, на что все это похоже? Мыслительный процесс. Вполне вероятно... Нет, это не мозг, но... Те же синапсы. Нервные импульсы, мембраны. Так вот оно, Брюс. Вот он ключ к сотворению Альтрона. Хочешь создать искусственный интеллект без ведома команды? Да, именно так. Почему так? Потому что на дебаты нет времени. Бұл фильмді көрмеген адам жоқ шығар. Видеода көріп тұрғандарыңызды, яғни екі ғалым кісі бірігіп жасанды интеллектті ойлап табады, және бұлар күндіз-түні тынбастан осы проект үстінде жұмыс жасайды. Және олар ойлап тапқан жасанды интеллект бұлардың пайдасына жұмыс істейді деп екеуі ойлап, сол жасанды интеллектпен күндіз-түні тынымсыз еңбек етеді. Және олардың еңбектерінің нәтижесі өздері ойлағандай болмайды. Олар ойлап тапқан жасанды интеллект олардың пайдасына емес, керісінше олардың зиянына жұмыс істейтін болады. Бұл екі ғалым ойлап тапқан жасанды интеллект өз алдына жеке ойлауы олардың зиянына болды. Гадаешь, почему не можешь проникнуть в мой разум? Да, такое бывает. Но человек рано или поздно все равно раскрывается. Не сомневаюсь. Когда имеешь дело с человеком. Вот почему ты отдала Старку скипетр. Это не был расчет. Тони Старк чего-то боится. И я знаю, что в этом страхе начало его конца. Страх лежит в основе всех творений. Человек создает оружие. Захватчики, мстители. Люди рождают маленьких людей. Детей. Слово не то подобрал. Детей. Дабы род их множился и неминуемо шел к закату. И ты сюда пришел. За мстителями. Я спасти мир пришел. А заодно... Ну да. Нельзя терять время. Начало положено, но теперь нам нужно кое-что раздобыть. Так все это... У меня есть то, чего нет у Мстителей. Гармония. Они разрознены, разобщены. Старк уже посеял между ними раздор. И когда ты поработаешь над их сознанием... Все на них смотрят, как на мессий. Мученики нам не нужны. Нужно терпение. И узришь общую картину. Я не вижу общей картины. Только картинку, фото. Разглядываю его, изучаю. Каждый день. Родители погибли в бомбежке. Я видел сводки. Сводки ничего не передают. Пьетро. Нет. Продолжай. Жасанды интеллект адам интеллекттерінің қажет ететін тапсырмаларды орындауға
қабілетті интеллектуалды жүйелерді құруды зерттейтін информатика саласы. Ол табиғи тілді өңдеу сияқты әртүрлі технологиялардан негізделген. Жасанды интеллектті қолдану аясы кең: медицина, өнеркәсіп, машина жасау, ауыл шаруашылығы, білім беру, күнделікті өмір сүру және тағы басқа. Дегенмен бір немесе басқа жағдайдағы технологиялармен жұмыс істеудің өзіндік ерекшеліктері болады. Әлемге танымал миллионер Илон Маск жасанды интеллекті адамзатты бұрын-соңды кездескен ең ауыр қауіп деп атады. Бұл туралы ол қауіпсіздік жөніндегі бірінші саммитте және Ұлыбританияда айтты. Біз тарихта бірінші рет бізден әлдеқайда ақылды нәрсеге тап болдық. Сондықтан мен оны түсінбеймін. Біз мұндай нәрсені шынымен басқара аламыз ба? Менің ойымша, біз оны өзімізге пайдалы бағытқа бағыттауға тырысамыз. Илон Маск сонымен қатар жасанды интеллектпен жұмыс істейтін жетекші компанияларды бақылайтын бақылаушы орган қажет екенін айтты. Бұл саладағы жетекші компанияларды қадағалайтын қандай да бір төреші, тәуелсіз үшінші бір тарап болу керек. Ал егерде алаңдаушылық болса, кем дегенде дабыл қағу қажет, деп айтады Илон Маск. Илон Маск бұл жасанды интеллект жайлы өте қатты уайымдайды. Себебі жасанды интеллект арқылы адамдар өздерінің жауыз мақсаттарын жүзеге асыруы әбден мүмкін. Енді осы искусственный интеллект адамдардың өміріне қауіпті ме, әлде қауіпті емес пе? Осы мәселені көріп шығайық. Осы видеоға мұқият қараңыздар. Бұл жерде желіге жүктелген жас қыздың суретін жасанды интеллект осылайша тірі адамның суретіне келтіреді. Сәлем, әкешім, анашым. Бұл мен, Элла. Мені жасанды интеллект дәл осылай үлкейтілген версия арқылы шығарды. Жасанды интеллекттің құдіреті менің кішкентай суретімді алып, үлкейген кездегі уақытыммен дәл осып шығарып берді. Сіздер менің суретімді желіге жүктегеннің есесіне жасанды интеллект мені дәл осылай жаратты. Менің суретім сіздер үшін өте қауіпті болуы мүмкін. Неге десеңіздер, жасанды интеллект менің суретімді пайдаланып, менің артымнан кез келген қылмыстық істі қозғап, мені түрмеге қаматуы мүмкін. Бұл сіздер үшін өте қауіпті. Анашым, өтініш, менің суретімді желіге жүктеп, әркімге көз-көз қыла бермеңіздер. Бұл өте қауіпті. Және сіздерге қайталап айтам, бұл өте қауіпті. Менің суретімді желіге жүктемеңіздер. Анашым, менің өмірім қауіп-қатер астында. Сіздер маған ақша жібермесеңіздер, мені ұстап алған жауыздар өлтіріп жіберуі мүмкін. Міне дәл осындай аудио жазбалар жасанды интеллекттің артында сіздерді мазалауы мүмкін. Мен жалпы осы нәрселерге тікелей қарсымын. Сіздер желіге жүктеп жатқан суреттерім мен үшін және сіздер үшін өте қауіпті болуы мүмкін. Сіздер мені қатты жақсы көрген үшін тағы да қайталап айтамын. Өтініш, анашым, менің суреттерімді желіде қалдырмаңыздар. Бұл сіздер үшін де, мен үшін де өте қауіпті. Қазіргі таңда жасанды интеллекттің арқасында алаяқтар миллиондаған, керек болса миллиардтаған ақша істеп жатыр. Оларға жай ғана сурет, видео, аудиожазба, осы нәрселер жеткілікті. Олар осы нәрселерді пайдаланып, жасанды интеллекттің арқасында бүтін бір тірі адамды құрастырады және банк менеджерлеріне немесе қызметкерлеріне хабарласып, өздеріне керекті сумманы талап етеді және осының арқасынан олар қалағанша ақшаларды шешіп алады. Дәл осы жерде бір сұрақ туындайды. Адамдар осы жасанды интеллектке құл бола ма, әлде жасанды интеллект адамдарға құл бола ма? Дәл осыны көріп шығайық. Жасанды интеллект оны қалай қолданатынымызға және басқаратынымызға байланысты пайдалы немесе зиян болуы мүмкін. Жасанды интеллекттің ықтимал қауіптері мыналарды қамтиды. Жұмыс орындығын жоғалту. Жасанды интеллект кейбір тапсырмаларды адамдарға қарағанда жақсырақ, жылдамырақ және арзанырақ орындай алады. Бұл жұмыс күшінің қысқаруына және жұмыссыздықтың артуына әкелуі мүмкін. Адамдар жаңа жағдайға бейімделіп, ақша табудың және өзі жүзеге асыру жаңа жолдарын іздеуге мәжбүр болады. Енді біз өзіміз пайдаланып жатқан смартфондарымызға келсек, қазіргі таңда біз пайдаланып жатқан смартфондарда интернет істемесе, қолданып жатқан смартфонымыздың дымда қызығы болмайды. Себебі біз бұл смартфонға өте қатты байланып қалғанбыз. Сол сияқты жасанды интеллект болашақта адамзатқа қызмет ететін роботтарды ойлап тапса, адамдар дәл осы роботтарға үйреніп қалып, жалқаулыққа батып қалуы әбден мүмкін.
сол секілді қазіргі пайдаланып жатқан смартфондарымыздан да осы нәрсені түсіне берсек болады. Қазіргі таңда адамзат баласы жасаған роботтың чиптарына жасанды интеллект системасы орнатылды. Жасанды интеллект адамның айтқан сөздерін түсініп, оларға айтқан сөздеріне байланысты жауап бере алады. Олар адам сияқты пікір қылады деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Олар көреді, естеді және сіз айтқан ақпаратты өзі қорытып, соған сәйкес жауап бере алады. Бірақ олар тура адам сияқты жеке ойлау пікіріне ие емес. Себебі оларда адамзаттың қалаулары сияқты ішінде өз қалаулары орнатылмаған. Жасанды интеллект сізге әлемде жоқ болған бір идеяны айтып, сізге пайдасын тигізеді деп ойласаңыздар қателесіздер. Жоқ, олар тек қана ғаламторға жүктелген барлық ақпараттарды қысқа да нұсқа қылып, сізге түсінікті әрі ұтымды қылып жеткізе алады. Қазіргі таңда бұл кибер роботтардың екі түрі бар. Олар Америкада, яғни әйел робот және еркек робот. Бұл роботтар кез келген сұрақтарға жауап бере алады, бірақ 100% деп айта алмаймыз. Себебі олардың да ойлары белгілі шекпен шектелген. Уақыт өткен сайын жасанды интеллекттің дамуы артты. Ядролық энергияны бейбіт және деструктивті мақсатта пайдалану, мұндай өндірудегі энергетикалық мәселелерді шешу және жаңа материалдарды синтездеу үшін шикізат алу адамзаттың өмірін өзгерткен өнер табыстар. Жасанды интеллект дегеніміз адамның ойын, іс-әрекетін компьютерде бейнелейтін компьютерлік жүйе. Бұл сөзді алғаш рет 1956 жылы Дартмут университетінде Джон Маккари есімді азамат қолданғаны көрінеді. Одан бері бұл саланы зерттеушілер мен оған қызығушылық танытушылар күн сайын санап артып келеді. Джон мырзаның пайымдауынша жасанды интеллект екі бағытта жүзеге асырылады. Біріншісі адамдың интеллектуалды әрекетін қарастыра, есептер мен теоремаларды шешу тағы басқа. Екіншісі адамның саналы іс-әрекеттерін қарастырады. Қазірдің өзінде жасанды интеллект өзі қолданбалы мәселелерді шешу үшін қолданылады. Сараптамалық жүйелер жоғары білікті мамандар жетіспейтін орында тиімді шешімдерді жасауға көмектеседі. Қашықтықтан оқыту, медициналық диагноздарды алдын ала қою және тағы басқа. Автономды құрылғылардың адамзат денсаулығына зиян келтірместен немесе өмірге қауіп төндірмейтін ортаны зерттейді. Ғарыш, мұхит тереңдігі, өрт немесе радиоактивті ластану аймақтар және тағы басқа. IBM-ның Watson немесе Google компаниясының DeepMind Health сынды технологиялары дәрігерлердің жұмысын жеңілдетуде. Тіпті адам көзі аңдай бермейтін ішкі ағзадағы ісіктерді анықтау үшін үлкен рөл атқарады. Сондай-ақ Жапонияда жыл сайын дәрігерлердің саны 2,7%-ға артатын болғандықтан дәрігерлерге деген қажеттілік күн тәртібінен түспей тұр. Күншығыс елі бұл мәселені шешу үшін медицина саласында интеллект енгізбекші. Ол үшін бюджеттен $100 миллиард қаржы бөлініп отыр. Қазірде әлемдік державалардың арасында технологияларды өндіруден бәсеке болып жатыр. Қытай зерттеу мен өндірісте ақш-қа тәуелсіз болу үшін жасанды интеллект жасауға айрықша көңіл бөліп отыр. Қытайлық Huawei компаниясының жасанды интеллектті өндіруге арналған өз чиптерін әзірлейтінін мәлімдеді. Бұл елдегі жасанды интеллект индустриясын Intel және Nvidia сияқты америкалық өндірушілерге деген қажеттілігін азайтты. Ал Еуропалық одақ ақш пен Қытай қалыспай жасанды интеллект жасауға $22 миллиард қаржы бөлгенін мәлімдеді.
Да. Куда рванул? Что вам надо от меня? Зафиксировано агрессивное поведение. Сдайте оружие. Сдайте оружие. Охрана, доложить. Нарушение, нарушение, нарушение. О чем ты? Что значит о чем? Они обстреляли нас! F-22 никогда не опустится ниже крыши. Это пришельцы, противник! Ты должен встать. Все нормально, все нормально. Давай! Черный ястреб на подходе, где вы? Прием. Альфа-274, 15 миль, ноябрь, Виктор, 1,2 километра к северу. Живо, уходим! Быстро, 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 быстро! Я тебя не оставлю. Ну, держись, Десептикон! Плотный огонь! Осы айтылған деректерден кейін жасанды интеллектке деген көзқарасыңыз жағымсыз жағына өзгеруі әбден мүмкін. Иә, болашақта адамдардың кейбір мамандықтарының роботтарға тиесілі болуы қорқынышты жайт болғанымен, жасанды интеллекттің келешекте адамға тигізер зиянынан пайдасы көп болады деуге келеді. Әсіресе медицина саласында түрлі диагноздарды қою, әлі күнге дейін табылмаған рак аурулардың емін табуда және ғарышты зерттеуде осындай интеллекттердің, бағдарламалардың тигізер пайдасы зор. Қазіргі қоғамда мамандығынан айырылған немесе айырыламын деп қорқатын адамдар жұмыстардың робототехникаға айналуына қарсы шығып жатады. Алайда кейбір адамдардың өз мамандығынан басқа да қоғамға қажетті қызметтерді игере алмауы, бүкіл адамзаттың, технологияның, жасанды интеллекттің дамуына ешқашан зиянын тигізбеуі керек. Біз қаламайық, өмірдің бір орында тұрмайтыны сияқты, өзгерістерде жаңғырып, жетіле береді. Біздің жасанды интеллект жайлы жасаған шығарылымыз аяқталды. Достар, видеоны соңына дейін тамашалаған жандарға алғысымыз шексіз. Видео ұнаса лүпілдетіңіздер. Және жасанды интеллект жайлы қызығатын адамдарменен бұл видеоны бөлісіңіздер. Және осындай қызықты дүниелер арнасының қызықты видеоларын өткізіп алмас үшін арнаға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Баршаңызға рахмет.